23 сабақ. Электр тогын қандай денелер өткізеді? Сабақта электр тогын өткізетін заттар туралы білесің. Түрлі материалдың электр тогын өткізуін зерттейсің. Пиктограммалардың көмегімен электр тогы туралы әңгімеле. Бойынан электр тогын өткізетін денелер электр өткізгіштер, ал өткізбейтіндер электр оқшаулағыштар деп аталады. Электр тогын оқшаулағыштарға шыны, пластмасса, ағаш, фарфор және резеңке жатады. Заттардың бұл қасиеті күнделікті өмірде жиі қолданылады. Мысалы, шамдардың сырты шыныдан, электр құрылғыларының сырты пластмассадан жасалады, ал өткізгіш сымның сырты резеңкемен қапталады. Электр сымының құрылысын сипатта. Оның қай бөлігі ток өткізеді, қайсысы оқшаулайды. Электр тогымен жұмыс істегенде қандай материалдарды қолдануға болады? Электрик пайдаланатын заттарды таңда. Таңдау жасағанда нені негізге алдың? Электрик мамандығы туралы не білесің? Ол қандай қауіпсіздік шараларын сақтауы тиіс? Сен білесің бе? Электр тогын жақсы өткізетін заттар мен материалдар жылуды да жақсы өткізеді. Осындай қасиетке ие электр құрылғылары туралы таныстырылым жаса. Ауа электр тогын өткізе ме? Электр өткізгіштер мен электроқшаулағыштарды қалай анықтайды? Қажет заттар: темір шеге, қағаз қыстырғыш, өшіргіш, мата қиындысы, ағаш және пластмасса, сызғыш, бор. Электр тізбегін құру үшін батарея, шам және сымдар дайында. Зерттеу жоспары: болжам жаса, денелерді электр тогын өткізетін және өткізбейтін деп топтастыр. Тұйықталмаған электр тізбегін жина. Электр тізбегін әр денемен тұйықтап, шамның жануын бақыла. Әр дене бойынша нәтижені тірке. Қорытынды жаса. Электр тогын ең жақсы өткізетін металл күміс. Бірақ күміс қымбат металл. Сондықтан электр тогын тасымалдау үшін сымды мыстан, алюминийден жасайды. Алюминий мысқа қарағанда электрді нашар өткізеді. Бірақ үйге, ғимаратқа, зауыт пен фабрикаларға электр тогын жеткізу үшін алюминийді қолданады. Себебі алюминий мысқа қарағанда арзан. Есте сақта. Электр сымының ашық жерін қолмен ұстауға болмайды. Себебі адамның денесі электр тогын өткізеді.